Қайырлы кеш, құрметті достар. Таза стендап вуменға қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Уа, молодцы. Рахмет, құрметті достар. Бұл Таза стендап вуменнан 3-ші выпускысы. Келгендеріңізге көп-көп рахмет, достар. Рахмет. Қош келдіңдер. Қадамдарына күлбетсін. Рахмет, осылай қолдап, қолпаштап келіп жүресіңдер. Өте керемет күшті. Өте қатты ризамыз сіздерге. Құрметті достар, бүгінгі стендап Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша және West Innovation қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтуде. Innovation. West Innovation. West Compact серии сияқты. Жалпы қош келдіңдер, баршаларыңызды қатты көргенімізге қуаныштымыз. Орал осындай. Және жаңадан келіп жатқан студенттерге айтарымыз, мына жақта енді ата-аналарың жоқ, туысқандар ешкім танымайды, келіп клубқа немесе ставкаге, тағы да жаман жерлерге әуес болмай, одан да сабақ оқып, осындай шараларға келіп, Оралды студенттік шақтарында қызықты өткізіңдер, себебі ана жақта сіздердің ата-аналарыңыз, мен балам Оралда оқып жатыр, ертең мен үмітімді ақтайды. Осы бала, осы қыз ертең біздің мақтанышымыз болып асырайды деп күтіп отыр. Сондықтан оқуларыңызға сәттілік. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ендеше стендабымызды бастаймыз, құрметті достар. Құрметті YouTube-тан қарап отқан достар, каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып, және керемет комментарий жазып кетсеңіздер, бұл біз үшін үлкен мотивация. Рахмет. Келесі резидент тоже алғашқы рет шығып тұр. Қарсы алыңыздар, қаттырақ қошемет, Аслан. Құрмет қошеметтеріңіз, Аслан. Всем салам. Енді құрметті көрермендер, мен стендапқа бірінші шығып тұрмын. Мен қазір қатты қобалжып тұрмын, бойындап тұрмын. Осы тұрғанда мына жүрегім екі қабырғаның ортасынан былай соғып тұр. Сондықтан мен қазір сөзімнің қалуы мүмкін, шама келсе маған поддержка беріп отырсаңыздар. Менің айтқан әзілдерім қатты күлкілі болмаса, мына өздеріңіздің бастарыңызда өткен күлкілі нәрселерді естеріңізге алыңыздар. Мына өздеріңіздің басыңыздан күлкілі нәрсе болмаса, мына жаныңызды талпаудан ба тұр, сұраңыздар. Сенде қандай қызық болды, қандай қызық болды деп. Мына маған берген 5 минутты бәріміз пайдаланайық бірге. Серьезно, дружно болайық. Мынау совсем болмайды, жүрегім әлі тартылып тұр қысын. Енді стендапқа шыққан алғашқы кіші емес, кісі. Өзім алфавитіммен соңынан былай наборды оққам. Алфавитім арасында дабылу кетіп қалса ренжімеңіздер. Өзім үш тілді дегенді тоқайттың, жаңағыдай үш тілді дегенді өзім қатты қолдаймын. Thank you. Мына стендапқа алға шыққан кісі өзінің отбасы туралы айтады екен. Біздің отбасы ондай қатты айтатындай отбасы емес біз. Бала кезімізде семей болып не толағайға қатысқан жоқпыз. Әкем жүгіре алмайды. Мен жүгіре алмайтын да бар, жасы 60-та. Сөйтіп толағайға да барған жоқпыз. Енді айтайын дегенім, әңгіменің ашығы не үшін жасырамыз? Памятім шамал. Памятім өте шамал, болуына керек. Қазір басқа нәрсе әңгімеде айтсам, ренжімеңіздер. Енді өзім отбасын туралы айтатын болсам, енді үйде әке, мама, мен, Руслан, жаңа жеңгем бар, сосын ағам бар. Тұрамыз, қазір аптай тұрмыста тайпақта. Аға бұрын агентствода жұмыс істеді, қазір документтен реттеп алды да органға жұмысқа кірді. Сосын деген Руслан негізім, екеуін бірге оқимыз, медикал оқимыз мына жерде. Сосын өзіміз қайда тұрамын деп қызықсаңыздар, мына патиум жақта второй дача деген бар. Второй дача тұрамыз, қаламен кіргенде солға бұрыласыздар, тіке жүре бересіздер, жол шамалы сақ болмасаңыздар, ана Камри дегендер келе алмайды совсем. Шамы келсе десяткімен келесіздер, тіке жүре берсе, төрт көше бар, цветочный деп егіз балда қайда тұрады десеңіздер айтады. Сосын бірақ келмегендер жақсы. Ана балшық болғанда шығу қиын біздің жақтан. Сосын мама барып айтты, мама мен стендап оқиын деп едім, былай қалай қарайсыз деп. Мама, еменді оқиын деп едім деген жерін түсінді ма? Бетті ма? Балам, сен жассың, үйленген жоқсың, әлі әкең оққан жоқ, ағаң оққан жоқ, намаз деген қиын дейді. Мен айттым, мама, ол намаз емес дедім. Стендап деген құдаға екеуінің әңгімеңін салып жіберсем, сол стендап екен дедім. Сосын мама мен аптайдың әңгімесін қарап отырып, мен шын керек үйленгім келмейді. Өте қорқынышты екен ғой үйлену деген. Мен ойлаймын, ертең мен қалай отбасы боламын, мен қалай отағасы боламын мен біреудің. Мен қалай біреуді асыраймын, мен қалай біреуге тәрбие беремін, мен ойлаймын, совсем ұқсамаймын біреуге отбасы болатынға. Сосын енді стендапқа келесің бірдеңе айту керек екен ғой. Мен құр кетпейін дедім, 5 минутын пайдаланайын дедім.
мына жаңа артта повар жігіт шықты ғой. Повар жігітке рахмет. Мына жаңа өзінің мамандығы туралы айтып жатыр ғой. Аман болыңыз, брат. Енді жаңағыдай қай жеріне келдік? Мына біреуіңіз жазып отырмасаңыздар мен ұмытып қала беремін. Сосын ана біреуіңіз айғайлап отырыңыздар, осы жерге пас беріп, мен өзім жалғыз светті адам көрінбейтін. Квен Меркурийда бірдеңе болып жатқан жоқ па мынау? Қорқынышты екен. Сосын өзім айтайын деген, мына білесіздер ғой, Жүсіп Береке деген магазиндер бар ғой. Ана күшті да, кәдімгідей тамақ сатады. Білінеді да. Мен ойлаймын, болашақта андай болатын сияқты. Эльдивино мұсылман тауарлары. Сибирия барлық отбасыға арналған дәмхана. Сондай болса күшті емес пе? Зато жастар клубты қояды, жаңағыдай темекісін қояды, барша қазақ жүріп кетеді. Желеулер келе ма жалпы олай? Сосын мен негізі өте қарапайым адаммын, мана айттым. Ата-анам тәрбиесі бар, жаңа Құдай, Абтай бар, Руслан бар. Мен өте сондай қарапайым жігітпін. Мен жақсылық жасағанды өте қатты жақсы көремін, Аллаға шүкір деп айтайын. Мен ең алғашқы жақсылығымды құмырсқалардан бастадым. Ол қалай десеңіздер былай. Білесіздер, құмырсқалар жерден төмен тұрады. Оларда бетінде үйінде бар. Лифт, лестница деген мүлдем жоқ. Акимат оларға мән бермейді. Былай қаратсақ бәріміз бір Қазақстан тұрамыз. Олар да прописка Қазақстанда. Жоқ, Қарақалпақстандағы құмырсқалар қалай жүреді екен, мен соны түсінбеймін. Өздері бөлек үкіметке қарайды. Мен енді беттім. Құмырсқаларға жақсылығымды бастайын дедім. Таңертең тұрдым. Аузым шайнатсам, аузым қанап кетті. Ойладым. Давай мен жақсылығымды бастайын. Мен қалайша 21 жасқа келіп бір құмырсқаның отбасын қуанта алмаймын. Ата-ананың бергесінің тәрбиесі бар, жаңа Құдай білмей қалай мен қуанта алмаймын. Сосын беттім, таңертең тұрдым да, ұйқы боламын, көзім түсіп кеткен. Жаңа жерден құмырсқаның ұясын тауып алдым. Үйін тауып алдым да, мындай иықты қойып алдым. Мамам жаңа ойлап жүр, әлі ол стендапқа дайындалып жүр деп. Бүйтіп қойып алдым. И жайлап түкірдім. Бір жаңағы құмырсқаның отбасының үстіне түсті. Мен қатты қуандым. Мен өзім түсініп ойладым, неге мен қарекет қор сияқты болмасқа? Неге болмасқа? Мен Мадиярға ұсқаным ұқсайды ғой. Мадиярға ұсқаным ұқсайды, мысалы. Бір қазаққа отбасы бермесем де неге бір қазақ бауырларымыз қазақ құмырсқаларға неге отбасы бермеске? Деп қазір қатты ояндым. Ояндым деп оянған жоқпын, ұйықтадым. Мына өздерің түсіне алмасаңдар мен кейде қате сөйлеймін. Сендердің алфавиттерің шүкір болар енді. Біреуде 42 болса, менде 38 бе бірдеңе сөйтіп оқыдық біз. Сосын жаңағыдай ана суды құйғанда құмырсқалар қатты қуанды. Мен ойладым, алда қыс келатыр. Мен давайчы құмырсқаларды ыстық сумен қамтамасыз етейін дедім. Шайнектің ішіне ыстық су құйдым. Ана газ негізі көк болып жанады ғой. Құмырсқа бауырларым әйеліме дедім, газды қыза қойып қойдым. Сол айда 35 шықты газ. Қуанса, құмырсқа қуансын дедім. Суды қатты қайнаттым, анан үстіне бір құйдым. Құйдымды жерге қойып қойдым деп. Мен қуанып тұрмын, енді рахмет ететін шығар деп бүйтіп тұрдым. Шыңғырып шықты бәрі. Шыңғырып шықты, аяғыма жабысты. Басында ауыртты, ойлап қоямын, сүйіп жатқан ба, рахмет еткен ба деп. Сосын қаттым да үйгеріп кеттім. Мен де шыны керек, қазір Аллаға шүкір деп айтайын, біздің комнатта мен және 1200 құмырсқа бірге тұрып жатырмыз. Солай бақыттымыз енді. Көп рахмет. Алдарыңызда болған құмырсқалар қоғамының намысын қорғап келген философ, профессор Аслан Сейсенғалиев. Алдарыңызда болған Аслан, бәрі болатын Руслан. Рахмет. Асланға құрмет, қошеметтеріңіз. Молодец, да? Молодец, да? Молодец, прямо. WhatsApp-тағы 2x сөйлеп түседі, да? Бізге Оралға жұмыс орындар тағы бір сондай жастарға бірден салу керек. Балдар құмырсқамен ойнап жүр. Қолдары бос. Асланға шапалақтарыңыз ең алғашқы болып тұр, өте керемет. Енді таза стендап вуменнің резиденттерін шақырамыз. Қатырақ қолдап отырыңыздар. Ең алғашқы резидент Гүлфайруз. Шапалақтарыңыз. Гүлфайруз. Раз, два, три. Бәріге сәлем. Менің атым Гүлфайруз, жасым 20-да, 21-ге толам, сосын 22-ге, потом 23, солай кете береді, короче. Көңіл күй қалай? Билеп деп қойсың. Бір мен екінші выпускына қарағандар білет, ата-жемнің тәрбиесінде өстім. Үйде 6 баламыз. Үйдегілер 7-шісін жоспарлап жүр. Мен қарсымын. Зачем маған лишний жұмыс? Жоқ,
бес баланы бағып өзіме қарайтын уақыт жоқ. Салонға соңғы рет қашан барғанын білмеймін. Салонға соңғы рет папа машина алғанда бардым. Сосын Манарбек пен Күмсайды түсінбеймін. То есть папа мамамды түсінбеймін. Мен дүниеге келгенде мені ата жеге беріп жіберді. Ал қалған 5 баланы мен бақтым. Өздері рахат, пособияның ақшасына кайфаба етіп жүр. Үші ұрсады ғой адамға. Не үшін бақтым сендерді деп. Күлкімді келтірмеш Күмсай. Үші сен қыз анау мұнау деп ұрсады ғой адамға. Әжеге айтам деген бір сөзбен орнына қойып тастайсың ғой. Сосын менде кайфабат еткім келеді. Клубқа барып билеп таңға дейін деп. Ойнап айтам, құрсын, четверг қызық емес клуб. Сосын мен қатты экономдаймын, өтте қатты экономдаймын. Косметика алмаймын. Көк шығын ғой алсаң деген. Сосын тоналканың орнына айран жағам бетіме. Қаймақ жағам, шемек май жағам, сүт жағам, майонез жағам, кетчуп жағам. Мені біреу өртесе, дәріске шашлық шығайын деп тұр ғой менен деген. Мариновкасы қандай күшті деп. Сосын бетіме қиярдан маска істеймін. Қиярды лақтырмаймын. Суға шайып жіберемін де салат жасаймын. Сосын бетіме тағы маска қоям, бірақ масканы сатып алмаймын. Влажный салфеткадан, орнына влажный салфетканы кесіп қоям. Сосын духи шашпаймын. Духи алмаймын деймін. Духи алмаймын. Орнына мандарин, апельсиннің қабығын сығып жағам. Сосын не бар ғой? Не дейтін еді ана? Жоқ камуслаг емес, короче. Сосын духи алмағаннан кейін тоқшысын. Камуслаг да. Сосын бар ғой, камуслага төлеу үшін, комуслаган төлеу үшін, комуслаган төлемеу үшін деген үңгірде тұрам. Сосын тамақ алмаймын. Аң аулап, етін жейм, аң аулап шығам, етін жейм. Сосын терісінен киім тігем. Сосын тағы не барады? Сосын менде сабаққа сумка алмаймын. Шелекке салып барам. Сосын шелекке сумка салмаймын. Сумка салам деген. Сосын ойнап айтам, құрсын. Шелекке сумка салып барам. Короче, рахмет. Болды, рахмет. Сосын есіме түсті, Сосын мынандай маған деген жігіттер жазады, Аллаға шүкір. Фото жіберші дегендерге басым кетеді бар ғой. Не ол? Инстада фотом толып тұр ғой Инстаграмда. Жоқ, любой қыздың бір ответ бар сол сұраққа. Фото жоқ деген. Жоқ, маған ондай балдар ұнамайды. Андай болады ғой, тентек, наглый балдар болады ғой, сондай ұнайды. Көрінбей кеттің ғой десе, көрінбейтін дамбал киіп алдым дейтін ше. Сіздермен бірге болған мен қарапайым ауылдың қызы Әпіш. Рахмет. Гүлфайрузге жоқ, Апуш, Гүлфайрузге жоқ, Апуш болсын. Апуш болсын. Шынымен бана айтып отырмайын да, бетіне крем жағам, бірдеңе істейм, огурцы қоям. Огурцы балдарға обязательно ма қою бетіне. Көмектеспейді ғой, дейтін. Келіспейді ғой, ондай беттерге огурцилар. Бетке жақпайды ғой, мұртпа, сақалма тіреп тұрады ғой, огурцейді ғой. Сосын қыздарда көп крем жағады ғой. Мысалы мен әйелім бар, үйде кремдер толып тұр да. Мысалы аяққа 9 мыңға крем алғам. Зачем ол аяққа крем аласыңдар сендер 9 мыңға?
О аяққа жағасыңдар да сосын 3000 теңге китайский кроссовка киіп алған не керек ол? Әсер ете ма сондай? Тағы крем, қандай кремдер бар Қазақстанда? Білмеймін. Қосылмай ма? Иә, құрметті достар, шапалақтарыңыз әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі шығатын резидент Жангүлім. Шапалақтарыңыз. Осы шнурға да жеттік ау. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Атым Жангүлім. Өмірімде жігітпен жүріп көрмеген. Со жүрейін бә деп жатырмын. Бұйырса, табылса. Жалпы жүрмейін бә? Жүріп көрген сияқты мына қыз деген. Жалпы залда менімен жүретін жігіттер бар ма? Қолдарыңды көтеріңдерші. Ойнап айтам, көтермей ақ қойында бәрі көрінбейді, мына жер қараңғы. Сендермен болашағымда қараңғы болып көтер, дықпасын ғой, короче. Если что, шыққансың болады. Жалпы, мені әдемі түрін пайдалана алмайтын қыздар жыртады. Байқайсыңдар ма, солар жігіттерді біртүрлі таңдайды ғой. Бойы 185-тен жоғары болу керек деп. Не, баскетбольный команда құрайын деп атсыңдар ма? Мен ер балдардың қасында оқыдым, яғни класста жалғыз қыз болдым. Көрініп тұрған болар. Жалғыз қыз болу деген вертяқ қой. 7 майда класстағы 10 еркекке қалтамды қағып соғып блокнот алдым. Одан қалды сүмірейіп, жалғыз өзім военный киім киіп концерт қойдым. Мектеп демекші, мектептегі ең жыртатын нәрсе мұғалімдер күнінде жоғарғы сыныптың балдар қыздары деген сабақ береді ғой апайлардың орнында. Мә солар бар ғой, 20 жыл математикадан беретін апайдан да қатал болып, кісі болып, күнделігінде әкеш, бағанды қойып берейін деп бағаларын қойып, еще түр бермейді ғой, іштерінен жыртылып атады. Мұғалім дегенде біздің ауылда әдебиеттен беретін апай болып, ол өзінің баласының Турцияға барғанын айтады сабақ бойы. Болды ғой, бәрінде сондай. Суреттерін көрсетеді. Зачем маған біреудің баласының пляжда дамбалмен тұрған суреті? Мектеп демекші ең қорқынышты нәрсе ол ата-аналар жиналысы. Мама ата-аналар жиналысына кетеді. Мама келгенше үйдің ішін жинақ қоясын. Шамдарын сүртіп, 9-шы этаждағы терезенің сыртынан сүртіп, айғыздың көрсетпей, мистер Проппермен рекламадағыдай үй жинап. Одан қалды мама келеді дегенде шай қойып, шай әзірлейсің. Не айтады екен деп жүрек ауызда. Мама келеді, бастайды әңгімесін. Апай сені мақтады дегенде мәз боласың ғой. Төмен көкке жетіп, уф деп аласың да. Сонда үйді бекер жинадым ба деп қаласың ғой. Жалпы менде осы. Рахмет, сау болыңыздар. Жангүлім, құрмет, қошеметтеріңіз. Шапалақ атырақ. Бар ма қолдап келгендер? Подружкалар бар ма? Ағалар бар ма? Класстас 10 жігіт келген жоқ па? Қолдап 10 гүл беретін жерлерін. Негізі да? Мына ютубтан көріп Жангүлімге. Ладно. Жалғастырайық, әрмен қарай. Келесі резидент, қарсы алыңыздар шапалақпен Аружан. Аружан, Ақтөбелік Аружан. Стенде оқи аласың ба дейді опашымайтын баласы. Жұмыңтың қарындасы сияқты болып тұрмын ба? Барлықтарыңызға сәлем, есімім Аружан. Маған жиі қойылатын сұрақ, күресесің ба? Яғни, сен ойнап айтам. Мен негізі өте нәзік қызбын. Мектепте қыз сынына қатыстым. Өз өнерінде күрестім. Күрестім. Жалпы
мектептегі класстағы балдар именно менімен қол күресуге қорқатын болды. Қорқатындарын білдіртпес үшін, қыз баласы ғой, ұят болады деп құтылатын еді. Жалпы қазір оверсайз дейтін киім шыққан. Жаңалық қылып айтып тұрмын ба? Араларында қойш десеңдер жатасыңдар. Жалпы сол оверсайз киімді өздерінің сүйегін ірі деп санайтын мен сияқты қыздар кет негізінде. Бірақ адамның басын кетіріп көшеде андай скелет балдар киіп кетіп батады ғой. Құрметті скелет балдар. Ол киім сендерге өскесін киесін болып тұрады. Жалпы бұл оверсайз қазаққа баяғыда келген. Бір ер баланың үстін жеп тастайды. Үстіне футболканы лақтырады, пожалуйста, оверсайз. Жалпы оверсайз киім андай адамның үстінде бос тұрады ғой, арықтатып көрсетеді. Именно ол маған келгенде көмектеспейді. Еще андай ақыл айтатындар бар маған. Аружан, сен негізі қара киім кисең, сені арық қылып көрсетеді дейді. Негізі мен қап-қара киген, тұңғиық қара киген, ол маған көмектеспейді. Жалпы біздің кезімізде, деп әңгіме айтатын жасқа да жетіппіз. Естеріңізде ме? Таңертең ұйықтап жатқан кезде кухнядан қасықпен кесенің дауысы естіледі ғой. Үйіңдегі әке шешең сенсіз тамақ ішіп отырады. Жүрегіңе батады ғой. Құдды бір сені асырап алғандай болады. Сосын білесіздер ме? Бала кезімізде өлген қарға мен торғайды көрсек, Құдайдың өзі кешірсін. Соларды жерді қазып, пахарон жасайтын едік қой. Пахарон жасайтын едік қой. Бастарына ағаштан крест жасап, айдалада ұшып жүрген қарғаны христиан қылып. Бақытты балалық шағым-ай. Жалпы мен көшеде 5 орыс бала, 2 орыс қызбен талпа болып кетіп батады, солар түсінбеймін. Шулап, колонкамен бақыт музыка қосып қойып кетіп батады. Солар наушниктің шыққанын білем екен. Кейде ойлаймын, бір орыс балаға тиіп алсам бекен деп. Как будто солардың дым проблемасы жоқ сияқты. Біздің қазақтың балдары сияқты каспирет, рассрочка деген қақпайтын сияқты солар. Ойлап қараңдаршы, сол бір орыс балаға тиіп алсам, өмірім тып-тыныш болып қалатын сияқты. Оларда құдалық, келіншай дейтін жоқ қой. Мысалы, қайнатама борщ беріп тастайын да қарап отырам. 5-тің шайы деп мазгам тұрмайды. Натуре тиіп кетсем біздің паханда күнінде 100 грамм. Рахат. Аулада бір стол жай жүріп, артын горкамен жау жүріп бір той жасай саламыз. Енешкам өзімнен жас. Күйеуіме звондап, Григорий, бабки, гони деп жатпайын ба? Ол маған орысша бірдеңе дейді, мен оны түсінбеймін. Ой, ойнап айтам, бір қазақтың баласына термін. Рахмет. Жалпы Ерке Есмахан менің жерлесім. Шапалақтың шеш. Мен де өз бақытымды Оралдан тапсам ба деймін. Бір 2016 жылғы бала ма, жарайды маған. Сіздермен бірге болғанмен, рахмет. Аружанға шапалақтарыңыз қаттырақ. Қаттырақ, давайте, еще. Молодцы. Аружан біздің еркеміз, ол қыз толық емес, оның жүрегі кен. Нормальный ген. Келе шығатын резидент шапалақпен Арсель. Арсель, құрмет қошемет. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Есімім Арсель, 2005 жылғымын. 2005-тер былай сіздерге құрттай көрінген менің, жасым уже 18-е.
отырып қалған жасы 26-тан асып кеткен жігіттер жаза берсеңдер болады. Мені сындырып алып, құрдастардың арасында хайпалайды деп жүретін жерлерің ғой. Жалпы осы жігіттер неге қыздар подружкаларының гүлдерімен фотоға түсіп историяға салады ғой? Соған затқа өзінше құрсасыңдар. Біздер сендердің доспалдарын көліктерімен айдап, соны историяға салған кезде ештеме демейміз ғой. Сосын осы неге көлік айдап жүрген кезде қатты ұсталасың, рөлді өстіп түр салып алып. Қалай рөл? Слабый ма сонда? Жалпы любой мектепте бір класста мәнерлеп оқитын қыз болады. Мәнерлеп оқығандар нервыға тиеді ғой. Бүткіл эмоциясын сол мәнерлеп оқуға шашып, жыртылып. Ол қалай болады? Примерно көрсетейін. 6-шы класстағы бір қыздың туған күні. Күштетіп, стол жайып, стақандарға соқ қиып, шағын рулет жеп отырған кезде апай тұрады. Ақштап, мәнерлеп оқып жүрші туған күнге арнап дейді. Ана қыз тұрады. Мұқағали Мақатаев, шеше сен бақыттысың жыламақ. Шеше сен бақыттысың жыламағың. Басты ет тұрып ертекті. Осы өмірімде болған жағдаймен бөлсейін. Бір күн донер алуға барғам. Донерімді 1 сағат күннің астында шыжып күттім. Дайын болған кейін үйге алып келіп жеп отсам салфеткаға можно познакомиться деп Инстаграм жазып кеткен. Мә қасқа құрсудың көкесі сонда келіп қалмай ма? Анаған қалай құрыспайсың? Мен донерімнің дайын болған 1 сағат күттім. Сонда айта салуға болады ғой. Жоқ, имені салфеткаға жазып кеткен. Бірақ шүкір, қазір жігітім бар. Күнде донер жейміз дейсің. Ойнап айтам. Жазып едім, ат өтіп берген жоқ. Атақ жейтін едік. Жалпы, мен осы жерде кіммен жүретінімді ашық айтайын. Мен автобуспен жүрем. Автобуста неше түрлі адамдар болады. Ал мені именно автобусқа келіп, қыздарды взглядымен сындырып алғысы келетін жігіттер жыртады. Олар примерно былай болады. Өзі водительдің артындағы зат қоятын сары темірде тұрады. Бар түрін жиналып, қабақ түйіп алып, взглядымен сындырып алғысы келіп тұрады. Кейін автобуста спорт зал қылатын адамдар болады. Турникті ұстап алады да, бүйтіп артылып тұрады, бар күшін көрсетіп. Негізі жігіттер күшті сынайтын жер ол автобустағы турник немесе жер қазатын жер емес. Автобус күш сыналатын жер ол автобус. Сол уақытта күштетіп турникке тартылып тұрған уақытта бір әже келді. Балам, ана люкті ашып жібере қойшы деді. Ана балада паника. Жан-жағына қарайды. Люкті ашқысы келіп еді, аша алған жоқ. Берттік, слабый. Менде бары осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Арселге шапалақтарыңыз. Қаттырақ, Арсел, Мекизнагор. Соңында Сараньо деген сияқты болып бітірді ғой. Рахмет, жалғастырайық әрмен қарай. Автобус деген қызықтар болды ғой мысалы да? Автобуста. Мен бая құттай кезімде міндім мысалы соған. Қашан міндік соңғы рет? Соңғы рет баяда 2004-те ме? Прайызған жега демейсің бе? Автобуста натуре қызық болады. Bir балдар тұрады өйінше құттай наушник тағып алып ұстамай ана жерде. Доказать етіп тұрады ғой шоқалаққа, повороттарда. Андай бұрылатын жерде жанымен тұрады құттай өйтіп. Андай дойка сияқты маршруттар бар ғой, ортаңға есіктен кірсең. Андай клубта барда демалып тұрған сияқты сар темірінде бүйтіп тұрады ғой. Аяққа. Паровойын аяғын тірек қойып бүйтіп. Сосын ана арчаға бар ғой, ең арчаға. Вот сол жер склад қой. Базарда мінеді ғой біреулер. Бүйтіп келіп цемент қояды сол жерге. Ана бұрышында отырасың, бәрін қарап. Бауырым, қайсы пакетті қойып жіберейін. Ұзын жалюзи кіргізеді де, трубамен бірігіп ұстап алады ғой да. Андай демалатын жігіттер бар, күн салқын отқанда ең соңғысына отырып алады да жоғарына. Терезеден до конца ашып қояды да, бір қолын шығарып кетпеді ғой. 22-лерде ме? Шапалақтарың сондай болса, сондай балдар бар ма? Болса кетіп қалыңдар. Құрмет достар, келесі резидент қарсы алыңыздар, Жанерке. Жанерке.
бәріңе сәлем. Менің атым Жанерке. Қазіргі қыздар слабый. Біздер 50 килограмм цементті өзіміз көтеретін едік қой, дейтін вертяктан ағашылардың әңгімелер. Өлмейтін кот салып ала ма? Ақыр соңында бәрін бір қолмен көтерген болып шығады ғой. Сосын ғой бойдақ деп. Тезірек байға шыққым келеді. Кейде подружкаларым love story'ін салып, күйеулерімен Турцияға бара жатқанын көрсем, сондай ой келеді. Бірақ бір алқашқа тап болып. Зачем маған күйеуім күнде келіп, арақ ішіп келіп, үйде құлап, мен 5 баламен алысып, бәрі жан-жақтан жылап, халатым жыртылған. Үйде кешегіден қалған ролтын, жуылмаған қара газ. Сол үшін өзіммен өзім ұялып, күйеуімне өліп таяқ жеп. Бірақ кайфта, бұрынғылардың қатындары сияқты сол үйден кетпей, аналарымыз сияқты өліп таяқ жеп комаға түсіп атсақ та, келесі күні күйеуім алтын деп отырған несі жаман. Так, алдыңғы стендаптың чемпионымын. Бірінші стендап демалсам ба деп ойладым. Елжан мен Самат қоймады, оқыш рейтинг керек деп. Сосын мына дезодорантты, қолтыққа шашатын дезодорантты үстіне шашатын балдар. Жалпы мына фәниде миск деген дүние бар. И то мискпен шектеліп тұрым. Құрттай көздеріңді ашып қарасаңдар, аржағында толып тұр. Миск, парфюм, гель для душ жетеді. Айтпақшы, ербалдар демекші, осынан бір ай алдын бұрын праворулька Альфартай дейтін жігітпен жүрдім. Анда кездесуге шығасың ғой, сосын отырғаның. Нормально, шық, үлгересің, машина жоқ. Ана жерде сен оның қызы емес гидісің ғой. Мен оған айттым, басқа машина ал, или екеуміз бір күні сол фураның астына қалып өлеміз дедім. Рахмет. Ол өзінің Альфардын таңдады, и кетті. Жақсы бала еді қасысқа. Машинасы да ыңғайлы еді, кең. Байқайсыздар ма? Қазіргі қымыздар масайтатын болған ғой. Деп өзінің ішетін көрсетіп қойсаң да. Андай ішкенде жұтынғанда пивының дәмі шыға ма? Деп демалып жүрсем да стендаптан кейін. Қазір байқасаңыздар, тиктоктан 2 лайкпен бір индустар ат шығатын болған ғой. Бір құдаң сияқты кіріп келеді ғой. Сосын жақындатып қарайсың, бұрынғы соңғы партада отырған кластасым емес па деп. Сосын астында деген индийский әріптермен қисық жазылған ат шығады, сосын жәрі қолдап кетейін деп 3-ші лайкын басып өтіп кетем. Сосын мұна инстаграмға история салады ғой, соны ватсапқа статусқа салып қоятындар, салып қоятын мазгалар жыртады. Жыныма тет бар ғой, еще оларға телеграм қосып берді ғой. Мысалы, Айбар Тамадының құдалық өткізген 3 рет көріп сәчем маған. Менде бар осы, рахмет. Жанеркеге шапалақтаңыз, құрметті достар. Молодец, Жанерке. Өте керемет. Алдыңғы стендаптың жеңімпазы. Арнайы сыйлық алды. Өте тамаша өнер көрсетіп жүр. Енді келесі бізде қыздардың стендапы бітті. Алдарыңызда қонақтар, таза стендаптың резиденттері. Қатырақ шапалақпен күтіп алыңыздар. Асик! Асик, құрмет, қошемет!
Жанеркеден қорқып тұрмын кішкене. Қалайсыңдар? Жалпы перваштар келіп жатыр оқуға. Жалпы перваштар келген кезде бәрінде бір сценарий ғой. Бір қыз күтіп алады, ұйымдастырып кәдімгідей. И барлығын универдің алдында тұрасыңдар, ортасынан бір бала шығады да, бүйтіп камераны жабады. Бүйтіп алып қалған кезде типі сендер 4-ші курс бітіріп жатсыңдар. Мысалы, соны еще бір қыз ответственный қыз мойнына алып 4 жыл ноутбугында сақтайды ананы. Сол сендерге айтам, кім гарантия береді сендердің 4 жыл оқитындарыңа? Сол универді до конца бітіретіндеріңе. 4 жылда неше түрлі нәрсе болуы мүмкін ғой. Мысалы, вдруг ана камераны жапқан бала мына қолына айырылып қалды. Не істейсіңдер сосын ары қарай? И оқуға түскеннен кейін, мысалы, сенің Оралда оқып жатсаң, міндетті түрде Атыраудан, Ақтөбеден группаластарың болады. И ішінде обязательно бір Қызылорданың аралынан ба ағып келген бір группаласың болады сен. Өзі жәутеңдеп әзер жүргенде, родной Қызылордада оқу жоқ па не? Қымбат па сендерде деп берекетін алады ғой. Жалпы студенттік шағыңда былай қызбен жүресің. Қызбен жүрген кезде, мысалы, негізі қызбен жүрген кезде басында қызық қой, жалпы өте қызық болады. Бір 4-5 күн сөйлескен кезде жатасың, таңға дейін сөйлесіп, жан 6 сағат сөйлесіп таппыз ғой. Скриншот жасап қиялданасың ғана. Бірінші сен қойшеш телефон. Жоқ, сен қой. Екеуміз бірге қоямыз дейді ғой. 1, 2, 3. Қойшеш. Сен не қоймай тұрсың деп. Андай әңгімелер кетеді, міндетті түрде қызбен сөйлескен кезде неше баламыз болғанын қалайсың дейді ғой. Бір сөйлескендеріне 2 күн болса да, неше баламыз болғанын қалайсың дейді. И ана қыз да қоймайды ғой. Қыз емес, жігіт айтады да, мысалы, 10 баламыз болса күшті ғой да дейді. Ана қыз айтады, құрсын мен өлтіре алмай жүрсің бе? 10 бәрін қалай асыраймыз ертең дейді ғой. Ана жігіт те қоймайды ғой. Әр баланың өзінің несібесі бар ғой. Жалпы негізі жігіттер қызбен сөйлескен кезде сабырлы болады да, жалпы мұсылман халқы негізі сабырлы болу керек қой, кез келген уақытта сабырлы болу керек. Бірақ байқайсыңдар ма, именно біздер сабырлылық жағынан христиандардан алып қаламыз. Христиандар өте қатты сабырлы болады ғой. Менің өзімнің бір орыс группаласым болды, и мен соның сабырлылығын тексеріп көргім келді. Артынан отырып 17 рет берекетін алып түрттім мен оны. 17-сінде барып артына қарап, Асик перестань деді маған. Ол еле қорқақтық па? Менде осымен бітті. Асикқа шапалақ ұрмайық деп. Керек емес. Шапалақтамыз. Бүгін кештің қонағы Асланбек. Перваштарға жақсы лайфхак айтып кетті тоже. Көрінді ғой да, сіздерге көрінді ғой да, просто ақ костюм тұрған жоқ қой да, не? Сондай жігіт. Ауада ма? Ауада көлік тұрам. Молодец, жалғастырайық соңғы қонағымыз. Алихан, шапалақтарыңыз. Алихан, құрмет, қошемет. Сегодня девчонки сказали, стендап хочет читать там. Ну вы поняли, да, что-то намечается, да? Дан-дан, бам-бум, дейсің, ассаламу алейкум, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Не хабар, не жаңа қуатыр. Телеграмда история дейтін шыққанда, арттарың ашылып, баяда сөйлескеніңіздарың шығып, мұна өлі тірімәне деп жүрсіңдер ма? Ескі таныстарың кладбищеден шыққан скелеттер құсап кіріп келіп жатыр оған өмірге. Телеграмда жыртады, внимание жетпейме бірдеңе. Жалпы телеграмда бәріңде бардак па? 1040 канал құдай қажет жоқ. Сондай ма? Менде мысалға лайфхаки дейтін 7 канал бар. Типа вдруг керек болып қалады да, вдруг. Элит муз дейтін канал бар. Мен ойладым ішінде элитный музыкалар бар шығар деп кірсем, тойдың өлеңдері кілең. Жалпы гигабайт сұрайтын қайыршылар шашатты. Статусқа ГБ бар ма деп салық қояды. Мысалы, менен сұрайды, мен айтам, мә, родной, менде 3190 тарифі, менде аударым айтсаң, ренжиді саған. Ой-фей қойшы онда, родной, деп қайтып қайыршыланады.
6 ел десең шалқасынан түседі анау. Жалпы 20 жыл ғұмырымда 54 рет көшіппін, прикиньте. Представляете, 54 рет новый үйге көштім. Мен үшін көшу проблема емес. Маманың көшеміз дейтін сөзі маған балам тамаққа дейтін сияқты приятный естіледі. Мысалға, біз каждый новый үйге көшкен сайын мама әр үйді аластайтын еді. Примерно 27-ші үйге келгенде мама сынды сол жерден. Тауық айтты. Қазір таңда басырып қалам мысалға мен. Жапалар армайсыздар ма? Не налайтысыздар ма? Рахмет. Жалпы көшіп жатқан уақытта мен американецтердің көшкенін есіме түседі бар ғой, жемен басың бітеді. Алар команда аккуратно күшті болып көшіп жатады, білесіңдер ме? Коробкасы қолында, сыртында Дэдди, Джессика бірдеңе деп аттар жазылып күшті болып кетіп жатады. Ал біз бүткіл затын бар плитке саласа түйчіп аузы күріліп батасың ғой. Тырнағың қайырылып. Американецтер ауыр заттарды балконнан кранмен түсіріп алады. Мен андай американец көрмеппін. 7-ші этажда холодильник көтеріп жатыр. Итерме, тәмшікін балып қойды. Ондай көрген жоқпын мен. Сосын американецтер әрбір затына мұқият болады, байқайсыңдар ма? Осторожно, эта картина дорого стоит дейді. Бізде ең қымбатса телевизор ғой. И то оның өзін плетке орайсың да газельдің артына лақтырасың. Жалпы мына мойындайықшы да. Көбінің үйінде тарақан бар ғой да, мойындайтын нәрсе ғой да. Бірақ сендер мойындамайсыздар, ладно, біз сәлақ отбасы болдық. Бізде бар тарақан. Біз каждый раз көшкен сайын олар бізбен бірге жүреді. Дастарханда дым болмаса да, они с нами. Алиханның құрдастары қайда деп тойда айқайласа, айқайлап шулап беретін солар негізі бар ғой. Жалпы көшіп жүр, ойланасың, баю керек, анау болмайды, мына жүріс. Бірақ біз қасқа ақша ұстап білмейміз ғой. Далбалақтап кас береді дейтін жазу көрсең кіріп кетесің ғой. Жалпы араларыңда андай жігіттер бар ма? Жүріп жатқан қызына кас беретке гүл алып беретін. Зачем? Өз-өзіңді алдап оны. Жоқ қой, как она есть та, мысалға. Парочкалар бар ма келіп отқан осы жерде? Парочкалар. Аха. Қыздар, бүгін стендап тегін өтіп жатыр. Жігіттерің лапшалып кеткен жоқ па? Стендапқа 2 билет алып қойды, анау деп. Тегін болып жатыр бүгін, естеріңде болсын. Жалпы парочкалардың түрлері өте көп. Мысалы қандай парочкалар бар да? Қызы жігітіне уход жасайды. Маск жасайды да бетіне типа андай күшті қылтып. Ана бала өтірік намыстанады ғой. Ема, құрдас балдар көріп қоймасын я. Бірақ іштей приятно да болып жатыр да оған просто. Сосын андай қыздар бар. Еркек қауымын лабораториядағы тышқан көретін қыздар бар. Жан, қасың жылып берейінші, жан. Угреңіз қып берейінші, жан. Шугаринке барайықшы, жан. Не істейді бас? Амилай ма, не ол? Бірден жасайын деп отсың ба бізден? Никонет па, зәт, бірден жасайын деп отсыңдар ма? Жалпы махаббаттың местоположениялары өте көп та. Мысалы, көліктегі махаббат, парктегі махаббат, ресторандағы махаббат. Но солардың ішіндегі ең ыстығы подъездегі махаббат. Екі парочка қыстың күні қатып қалған, там подъездге кіреді. Адам аяғы баспайды-ау дейтін бір 7-8 этажға көтеріледі жайлап екеуі. Жайлап сыбырласып, сөйлесіп, жабысып бастап отқанда 6 этажда обязательно бір күркілдеп жөтеліп кетеді. Енді міне деп жатқанда. Жайлап келіп қалады. Өзімді айтып жатқан жоқпын, мен жалпы айтып жатырмын. Мен ондай емеспін. Жайлап келіп қалады, просто көргенім ғой, келіп қалады. Жайлап ана жауысып тұраңызды итеріп жібересің ба? Типа саусағың тимеген да ана қызға. Ана кісіде бүйтіп аяғынан бүйтіп басыңа дейін қарап өтеді ғой. Недовольный взглядпен. Жалпы на подъездегі чувственнический жанатын свет қажет емес сияқты. Жастарға мешать етеді ол. Екеуі әдек болады. Сосын бір уақытта мұндай дыбыс шығады. Дейтін ол аппанық жаңғырып естіледі. Махаббаттарым баяндалсын. Давайте. Алиханға шапалақ, құрметті достар. Оңбаған екен. Бәрін біледі екен оңбаған. Бәрін біледі осылар. Жастар молодец деп жатасып кетсең. Жалпы құрметті достар, сіздерге халық саны қалай көтерілмейді осыдан кейін. Сен жалғастырасың ба? Риза болып тұрмын, молодец. Алиханға ма? Осылай жүретін жастар осылай жүру керек қой. Қандай жастар байқайсыңдар ма? Қызым бар ма десе. Логичный нәрсе ғой. Жігіт пен қыз жүру керек деген сияқты. Ялық мысалы. Жас қой балдар, қызға мен үйленіп кеткенсің, кетіп қалдық қой біздер. Жас балдар жүріп, екі-үшеуімен жүріп, ұсталып қалып жүретін жерлері болса.
ойнап айтам. Ұсталмаңдар десем. Болмаған кез. Шапалақтарыңызға тұрақ. Құрметті достар, осымен біздің стендап тамамдалды. Барлық резиденттерді ортаға шақырамыз. Келіңдер. Келіңіздер. Билеп. Бүгін сіздер үшін өнер көрсеткен барлық резиденттер сахнада. Қатырақ шапалар қойыңдар. Және резиденттер сіздерде қолдап келген көрерменге шапалақтарыңыз. Аружан натуре жұмыңықтың қардасы ұлыпсың. Молодец. Мақ қыздар сияқты қолына от шығатын. Қандай сыпырықшамен ұшып кетеді сияқты. Құрметті достар, құрметті ютубтан көріп отқан достар, бізді қолдап, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, колокольчикті міндетті түрде басып қойыңыздар. Бұл таза стендап вумен әрмен қарай жалғасады. Бізді қолдап келе беріңіздер. Осымен концертіміз бітті. Рахмет, құрмет, қошеметтеріңізбен әлі аталай кездесеміз. I don't make a sound.